Сәлеметтерме, мен Оразова Анель қалалық қазақ мектеп-лицейінің 3-ші сынып оқушысымын. Мен сіздермен жарқын жазғы демалысымды айтып бөліскім келеді. Мен жаз мезгілін қатты жақсы көремін. Ең алдымен 490-дық оқуды бітіріп, 1 жылға есейеміз. Және күннің ыстығы да біздің 3 айлық демалысымызға керемет әсер. Мен жазғы демалысымның алғашқы айында Семейдегі туысқандарыма бардым. Анам екеуміз ол кісілерді қатты сағындық. Пойызға билет алып, жолға шықтық. Жол бойы анам екеуміз тамақтанып, әңгіме айтып бардық. Семейге жеткенде бізді ағам күтіп алып, тамақтанатын жерге апарды. Артынан ойын-сауық орталығына бардық. Осылайша уақытымыз қызықты да көңілді өтті. Демалысымның 2-ші күні біз хайуанаттар бағына бардық. Ол жерден көптеген жануарлармен таныстым. Біз оларға тамақ бердік. Тамыз жақындағанда үйге қайттым. Жаңа оқу жылына дайындықты бастап кеттік. Үй ішімізбен жаңа мектеп формаларын алдық. Оқу құралдарын да керегінше таңдап алдық. Менің биылғы жазғы демалысым туысқандарымның үйінде және үйімнің анаммен қызықты уақыт өткізумен өтті. Менің достарым тағы да көбейе түсті. Барлығы керемет.